butulkaның ішінде қанша литр су бар? Қанша литр су бар? 4-тен 3. Допустим, міне бутылка, мынау дегеніміз бізде жартысы. Мынау жартысы. Енді осы жартысын тағы да бөлім беретін. 4-тен 3 литр дегенім, менде ол мына жерге шейін су тұр деген сөз, иә? Міне 3 бөлігінде су бар, мына 1 бөлігінде су жоқ. Енді осыны маған құю керек, 8-ден 1 литр қылдырып, мынадай тура осындай бутылкаларға құйып шығуым керек. 8-ден 1 дегеніміз, жаңағындай тағы да бұны 2-ге бөлейін бірінші, иә? 2 бөлік болды. Оны тағы да 2 бөлікке бөлейін. Менде 4 бөлік болды. Енді тағы да бұл каждый бөлікті 2 бөлікке бөліп шығам. Каждый бөлікті. И менде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлік. Соның 1 бөлігінде ғана су тұр. Көріп тұрсыңдар ма? Міне осы бутылка суды мен осындай 8-ден 1 бөлігіне құйсам, маған қанша бутылка қажет болады? Неше штук қажет болады? Қалай табамыз? Қалай табамыз? Иә, 4-тен 3-ті бөлуім керек. 8-ден 1-ге неше болады? Не істейміз кәне? Бөлу амал, көбейтуге айналдырамыз. 8, не? Енді қысқартамыз. 2. Жақсы, 2-ді 3-ге көбейтсек қанша болады? 6-ны 1-ге бөлсем? 6. Яғни осындай бутылкадан маған қанша штук керек екен, дана? 6 штук керек екен. Мұнаны құю үшін, мынаның ішіндегі суды. Осындай 6 штук. Түбіне ғана құйым. Иә, 8-ден.